Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ әдебиеті 5-ші сынып. Бөлім тәрбиенің қайнар бұлағы. Сабақтың тақырыбы Дулат Бабатайұлы «О ақтан жас» өлеңі. Оқу мақсаты шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау. Бүгінгі сабағымызда тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарын түсінеміз. Шығармада қолданылған эпитет, эпифора, ауыспалы мағынадағы сөздерді анықтаймыз. Бағалау критерийлері: көркем шығарма тілін түсінеді, шығармада қолданылған тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарын анықтайды. Балалар, өткен сабақта шығарма тақырыбы мен идеясын анықтадық. Сонымен қатар, шығарманың сюжеттік дамуына сипаттама жасадыңдар. Ендеше конверт сұрақ әдісі арқылы конвертте берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңі кімге арналған? Ақын ақтанның бойынан қандай қасиеттерді көргісі келеді? Ақынның ақтан жасқа үміт арту себебі неде? Не себепті өлеңде қажыма, ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің деген жолдар айтылған? Балалар, Дулаттың арна өлеңдері ішінде «О ақтан жас» деген өлеңнің сипаты өзгешелеу. Жетім бала ақтанның өмірі ақынның аяушылық сезімін қозғап, жүрегін тебірентеді. Баланың болашағы көбірек толғандырады. Ал осы ақтан баланың бойынан ел тілегін арқалап, халық басына өз еркі өзіндегі өткен дәуренін қайта оралтар ерді, батырды көргісі келеді. Ақын ақтан бала ер жетіп, бадана өз 9 тор сауыт киіп, қашан ғана жауды қуар деп армандайды. Дулаттың ойынша, жігіттің даңқын шығарып, оны дегеніне жеткізетін бір-ақ жол бар. Ол ел мақсаты үшін жан аямай күресу жолы. Балалар, бүгін сабағымызда «О ақтан жас» өлеңінің көркемдік ерекшелігіне және өлең құрылысына талдау жасайтын боламыз. Ендеше, жазушылар адам образында көркем сюжетті де, жеке адамға тән мінезді де, күйініш-сүйінішті де, табиғаттың әдемі көріністерін де көркем тіл арқылы жасайды. Тілсіз көркем шығарма болмайды. Ендеше, әдеби теориялық ұғымдарға назар аударайық. Эпитет заттың, құбылыстың айрықша сипаты мен сапасын анықтап, ерекше көріктендіру үшін қолданылатын тәсіл. Риторикалық сұрау, ойды, сезімді әсерлі ету үшін жауабы өзінен өзі-ақ айқын, нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Аллитерация дауыссыз дыбыстардың қайталануы арқылы әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіре түсетін көркемдік тәсіл. Ал эпифора өлеңнің әр жолының немесе ой ағымының соңындағы бір сөз бірнеше рет қайталанады. Метафора суреттеліп отырған зат не құбылысты айқындай түсу үшін оларды ұқсас өзге затқа не құбылысқа балап айтуды білдіреді. Балалар, ақынның бұл өлеңі жетім бала ақтанға арналған. Демек, өлең арна үлгісінде жазылған. Сұрай арнауда қойылған сұрақтарға автор жауап күтпейді. Өйткені олар ешқандай жауапсыз-ақ түсінікті. Арнаудың өн бойында өзінен өзі анықталып жатыр. Сұрай арнаудың мұндай түрін шешендік немесе риторикалық арнау деп аталады. Балалар, өлеңнің өн бойынан сұраулы сөйлемді көре аласыңдар. Сенде жетер ме екенсің, асып өтер ме екенсің деп өлең жолдары арқылы сұраулы сөйлем, яғни риторикалық сұраулы сөйлем. Сонымен қатар балалар, өлең тармақтарының соңындағы бір сөздің тіркесінің бірнеше рет қайталанып келуі, бұл қажетті бір ойға, құбылысқа ерекше назар аударып, сөз әсерін арттыру үшін де қолданылады. Қазақ өлеңінде эпифора сөздің кезекті қайталау үлгісіне жатады. Яғни, әрбір өлең тармағының соңғы сөзінің әрбір тармақта қайталанып келуі бұл эпифораға жатқызамыз. Ал өлең тармағындағы сөз әрбір тармақтың басқы сөзі қайталанып келуі бұл анафора болады. Өлеңнің әр жолы немесе әрбір ой ағымы бір сөзден басталып отыруы, яғни ұйқыдан соң жапырақпын, ұйқыдан соң қоспын деген мысалда ұйқыдан соң деген тармақтағы әр сөздің қайталануы анафора болады.
Мына өлең жолына назар аударыңдар. Жарық сәуле көре алмай. Айқындау эпитет заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сөз. Жарық сәуле көре алмай. Осы жердегі жарық сәуле эпитет болады. Яғни эпитет сын есімнен болады. Сәуленің жарық қандай екендігін білдіріп тұр. Балалар, мысалы автор ауылды суреттеу үшін түрлі көркемдегіш тәсілдерді қолданылады. Оның әрқайсысына өңін, түрін, түсін береді. Мысалы салпетек, жылауық көз, гүлдеген желді көз, тұнық біткен шаңырақ, қараша үйлер, сары жапырақ дейді. Міне осы образды сөздер күзгі пейзажды білдіріп тұр. Бұл сөздер несімен бейнелі? Негізі сөздің алдында анықтап тұрған тұлғалар, яғни эпитеттермен бейнелі. Сонымен қатар эпитеттер балалар поэзиядан басқа прозалық шығармаларда да кездеседі. Мына өлең жолдарына назар аударсаңыздар, балалар, жорыққа жортып терлетіп, сырты қырлы жүз алмас, салғандағы жоғалмас, сапа сынар мекенсін деген өлең шумағында сырты қырлы жүз алмас деген тармақтың метафора екендігін көруге болады. Метафора бұл грек тілінің сөзі, ауысу дегенді білдіретін термин. Метафора ауыспалы мағыналы суреттеме сөздердің бірі. Екі нәрсенің не сыртқы түрінің, не ішкі қасиеттерінің жақындығына, ұқсастығына қарай бірінің орнына бірін алмастырып айтуды білдіреді. Балалар, сонымен Абай шығармаларында да метафораларды кездестіре аламыз. Ол жастықтың оты, жүректің көзі, дүние есігі, өмірдің өрі деген метафоралық үлгілерді айтуға болады. Сонымен қатар балалар, біз күнделікті сөйлеу тілінде де метафораларды кездестіреміз. Мысалы, іші күйіп, бойы мұздап, орақ ауызды, от тілді деген секілді метафоралары күнделікті сөзімізде айтып жүреміз. Ендеше балалар, сендерге тапсырма. Берілген үзінділерді мұқият оқып, көркемдегіш құралдарын дұрыс анықтаңыз. Дескриптор үзінділерді мұқият оқиды, дұрыс орналастырады. Сонымен қатар, берілген өлең үзінділерін ауыспалы мағына, эпифора, аллитерация екендігін анықтап, белгі қоямыз. Балалар, жұмыстарыңды тексеріп көр. Өлең тармақтарында ауыспалы мағыналы, эпифоралық, аллитерациялық көркемдік тәсілді көре аламыз. Енді балалар, ұйқас түріне кезек берейік. Ұйқас өлең тармақтарындағы сөз аяқтарының үндестігі, өзара ұқсас дыбыстас естілуі. Ұйқас өлең сөздің ырғағын күшейтуге себін тигізеді, өлеңнің әуезділігін арттырады. Ұйқастың мынадай түрлері бар: қара өлең ұйқасы, шұбыртпалы ұйқас, ерікті ұйқас, шалыс ұйқас, кезекті ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас, осы күнгі ерікті ұйқас. Ендеше балалар, бұл ұйқас түрлерін де жазып, жаттап жүреміз. Берілген өлең үзінділеріндегі ұйқас түрлерін анықтаңыз. Дескриптор берілген үзінділерді мұқият оқиды, ұйқас түрлерін анықтайды. Өз жұмысыңмен тексеріп көр балалар. Яғни, әрбір шумақтағы әр тармақтың екі буынақты, 7-8 буынды екендігін көруге болады. Бірінші шумақтағы А, Б, В, Б болып кезекті ұйқас түрін көрсетіп тұр. Яғни, өлең тармақтарының сөз аяқтарының өзара ұқсас дыбыстас естілуіне байланысты кезекті ұйқас болады. Ал келесі шумақта жаратып, таратып, ерлетіп, терлетіп деген өлең жолындағы сөздердің
өлең тармақтарының сөз аяқтарының өзара ұқсас дыбысталуын көруге болады. Яғни бұл шұбыртпалы ұйқас болады. Балалар, бүгінгі сабақта өтілген көркемдік тәсілдерді жаттап жүреміз. Себебі келесі сабақтарда да көркем шығарманы талдауда бұл көркемдік тәсілдер сендерге керек болады. Өзіңді бағалап көр. Тілдік бейнелеу суреттеу құралдарын түсіндім. Шығармада қолданылған тілдік бейнелеу суреттеу құралдарын анықтай алдым. Өлең құрылысына талдау жасай алдым. Балалар, сонымен қатар сіздерге қосымша тапсырма. Сілтемені басу арқылы Дулат поэзиясының көркемдік ерекшелігі бойынша қосымша мәлімет алыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.